тілі сабағының бірінші сабағына қош келдіңдер. Балалар, қысқы демалысты қалай өткіздіңдер? Жақсы, керемет, жақсы демалғандарыңа көзім жетті. Жарайсыңдар. Ендеше біз сөйлеу не үшін қажет деп аталатын ана тілі сабағының бірінші бөліміне келдік. Балалар, сөйлеу адамдар арасындағы қарым-қатынас үшін қажет. Бірінші жаттығуға мән берейік. Суретті қара, оқы. Суретке қарап, өздеріңше әңгіме құрастырып көріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісу үшін қажет. Сөйлеу тағы да не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Сөйлеу не үшін? Тыңдау үшін қажет болады. Ендеше екінші айту үшін, мысалы, сендер рахмет деп айтасыңдар, біреу бір зат бергенде немесе сұрағыңа жауап алғанда. Және мына балалар не істеп жатыр? Суреттегі оқып жатыр. Оқу үшін қажет. Дауыстап оқу үшін. Төртінші, бұл бала не істеп жатыр? Сендер секілді әп-әдемі, білімді бала екен. Ол жазып жатыр. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше екінші жаттығуға көшейік. Өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар. Әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді. Жердегі жануар, бүркіт, барыс, қасқырда дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Несіпбек Айтұлы өз тілінде сөйлейді деген қалай түсінесің? Жан-жануарлар сөйлей ала ма? Жарайсыңдар, балалар. Үшінші жаттығу көркем жаз. Әлдейінен ананың үйрен ана тіліңді. Жарайсыңдар, балалар. Дәптерлеріңе көшіріп жазып алды деген ойдамын. Сәйкестендір. Қарқылдайды не? Қаңқылдайды не? Шиқылдайды не? Ырылдайтын не? Ырылдайтын не? Үретін не? Біліңдерші, балалар. Күшік. Қарқылдайды қарға, қаңқылдайды қаз, шиқылдайды шымшық немесе торғай деп айтсаңдар болады. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңдар. Бірінші сыныпқа қажетті барлық сабақтар бар. Және комментарийге номерлеріңізді жазсаңыздар, осы слайдты жіберетін боламын.